Баршаңызға қайырлы күн, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз ер адамға арналған нәскиден және де ақшадан жасалған букет жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше достар, біз букет жасауды бастаймыз. Ол үшін маған ақша, файл, нәски, скотч, қайшы барлығын дайындап алған болатынмын. Ал ендеше бастаймыз. Файлдың жиегін міндетті түрде қиып алатын боламыз. Одан соң ақшаларды орналастырып, сәйкестеп қиып аламыз. Сондай-ақ достар, мені арнамда көптеген рецепттер, пайдалы ақпараттар, және де шоколадтан және де жүректен жасалған букеттердің видеосы бар. Менің видеомда қарасаңыздар болады. Ақшаны қолдан жасағаннан көрі, дәл осылай букет жасап, және де нәскиден жасасаңыздар ерекше сый болады. Бүгін біз ер адамға сыйлық жасап жатырмыз. Ал егерде әйел адамға, қыз балаларға жасасаңыздар, нәскиден де букет жасасаңыздар болады. Ақшаның шеткі ашық бөлігін скотчпен бекітіп алатын боламыз. Достар, егерде сіздер мені осы видеомды пайдалы деп тапсаңыздар, онда өзіңіздің достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Мен сіздермен түрлі қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Барлық ақшаны дайындап алдық. Келесі кезекте шпажканы скотчтың көмегімен жабыстырып, одан соң гүл секілді етіп орайтын боламыз. Яғни гүлдің пішінін келтіреміз. Жасалуы өте оңай, әрбір адамның қолынан келеді. Сондықтан да сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей достар, біз ақшадан гүлді жасап болдық. Келесі кезекте нәскиден жасайтын боламыз. Нәскидің осындай қағазды бөлігін алып тастамаңыздар. Скотчты жақсылап жабыстыруға керек болады. Келесі кезекте жайлап орап отырып, гүлдің пішінін келтіреміз. Нәскидің өкше бөлігі біздің гүл формасының келуіне септігін тигізеді, яғни гүл тердес болып шығады. Дәл осылайша барлығын орап шығатын боламыз.
Мінекей достар, барлығын дайындап алдық. Енді келесі кезекте, яғни пенопласт қалтқының көмегімен букет жасаймыз. Осылай мен қалтқыны екеуін бір-біріне скотчтап алған болатынмын, себебі біздің носкиіміз ауырлау болғандықтан дәл осылайша нығыздап дайындап қойдым. Осылайша қалтқыға енгізе отырып барлығын букет жасаймыз. Ең алғашында ешкім носки деп ойламауы мүмкін, бірақ өте қызық болады. Мінекей достар, барлығын дайындап алдық. Енді келесі кезекте дәл осылайша мен қоңырлау түсін алдым, себебі ер адамға болғандықтан одан соң скотчтың көмегімен сыртын орап шығамыз. Әркім өз қалауынша орауға болады, өте әдемі болып шығады. Мінекей достар, біздің әп-сәтте-ақ букетіміз дайын болды. Өте жақсы болып шықты деген ойдамын. Менің видеомда қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді каналымда күтетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.